Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен духовкада осындай жұмсақ, пышный болып шығатын, іштері сочный болып шығатын осындай керемет начинкалы булочкалар дайындайтын боламыз. Растегай десек те болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Онда қамырын илеуден бастадық. Ыдысымызға алдымен жылы сүтімізді құямыз. Ертілген сармайымызды құямыз. Дрожжымызды саламыз. Қант және де тұзымызды саламыз. 1 чайный ложкадан. Енді геншіктің көмегімен немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. 2 штук жұмыртқаның сарысын саламыз. Геншіктің көмегімен жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Алдын ала електен шығарылып қойған ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Қасықпен немесе қолымызбен әдемілеп жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илеп аламыз. Сіздерге қанша мөлшерде ұн салынатын барлығын рецепті описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жақтан көрсеңіздер болады. Жақсылап қамырымызды илеп болған соң, бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Ашып бізде көтеріліп шығу керек. Ол кезде енді начинкасын дайындап аламыз. Табаққа немесе қазанымызға 300 граммдай фаршымызды салып, жақсылап қуырып аламыз қызарғанша. 2 ас қасықтай томат саламыз. Менде бұл жерде замороженный томат. 1 штук пиязымызды турап, оны да жақсылап қуырып аламыз. Фаршты майсыздауын қолдансаңыздар да болады. Енді жарты капустамызды осылай солонка етіп турап, оны да салып жақсылап 2-3 минут қуырып аламыз. Астыны биік етіп, 2-3 минуттан соң дәмдеріңізге қарай қызыл, қара бұрыш, тұз салып, кориандр салсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. 2-3 минут қуырып болған соң бетін жауып 15-20 минутқа астын жай етіп демдеп қоямыз. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді крышкасын ашып, суытуға қойып қоямыз. Ол кезде біздің қамырымыз ашып, осындай көтеріліп әдем болып шығады. Столымыздың үстіне қойып, бөліктерге бөліп аламыз дуалаларға. Барлығы бірдей болып шығу үшін, әдемі болып шығу үшін таразының көмегімен 60-61 граммнан бөліп шығамыз. Егер сіздерде таразы жоқ болса, өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен жасасаңыздар да болады. Таразымен грамдап өлшеп істеген кездеріңізде, піскен кезінде де барлығы бірдей болады. 10-15 минутқа бетіне пакетпен жауып тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін енді түйіп аламыз булочкаларымызды. Тура пирожкиді түйген сияқты етіп жайып, ішіне біраз қасық толтырып, начинкамызды салып аламыз. Біраз қасық жетеді. Қаласаңыздар, одан да көп салсаңыздар да болады. Осылай түйіп, арғы бетін аударып қоямыз. Мен бұл жерде қазір духовкаға пісірейін деп жатырмын. Оны тура осы жасап духовкаға пісірмей, майға пирожки етіп қуырып алсаңыздар да болады. Өте керемет болып шығады. Қамыры, тестасының барлығы. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Түйілу барысын тағы да бір рет көрсетіп өттім. Пергамент төселген листімізға арасына алшақтау етіп қойып аламыз. Бетіне бір жұмыртқамыз сарысына кішкене сүт араластырып жіберіп, немесе араластырмастан жақсаңыздар да болады. Бетіні әсемдеп, сәндеп, күнжіт сепсеңіздер болады, мак сепсеңіздер болады. Піскен кезінде өте әдемі болып шығады. Духовкамызды алдын ала 180 градусқа қыздыртып қоямыз. Енді сіздерге қанша минутта пісіп шығатын барлығын астына жазып кететін болам описанияға. Біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Қараңыздар. Орыс халқы бұны растегай деп атайды. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі тойымды. Қараңыздар, қандай жұмсақ, әдемі болып көтеріліп шыққан ас болсын баршаңыз.